Мужадила сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. О Мұхаммед, Алла күйеуіне қатысты өзіңе жолығып, сенімен дауласқан, һәм Аллаға арыз айтып, мұңын шаққан әйелдің сөзін естіді. Әрі тілегін қабыл алды. Алла екеуіңнің сөздеріңді естіп тұрды. Шүбәсіз Алла, Самиғ, бәрін анық естуші, Басир, бәрін анық көруші. Араларыңда әйелдеріне зихар айтқандар, яғни талақ айту ниетімен, сен енді мен үшін анамның арқасындайсың деп айтқандар біліп қойсын. Әйелдері олардың аналары емес. Олардың аналары өздерін тапқан әйелдер ғана. Анығында олар зихар айту арқылы шариғат құп көрмейтін өте жағымсыз әрі жалған сөз айтуда. Соған қарамастан, Алла афу, кешірімі мол, ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден үстем болса да, тәубе еткендер үшін өте кешірімді. Әйелдеріне бір жолата талақ ету ниетімен зихар айтып, кейін райынан қайтқандар, зихар айтқан әйелдермен жақындаспай тұрып, бір құлды азат етуі тиіс. Сендерге бұйырылған нәрсе міне осы. Ендеше бұл бұйрықты қалай да орындауға міндеттісіңдер. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Бұған шамасы келмегендер, зихар айтқан әйелдермен жақындаспай тұрып, қатарынан 2 ай үзбей ораза ұстау керек. Оған да шамасы жетпегендер, 60 пақыр міскінді күніне 2 мезгіл тамақтандыруы ләзім. Бұл Аллаға және елшісіне кәміл иман етулерің әрі шариғатқа сай әрекет етіп, жахилия кезеңінің жаман әдеттерінен бір жолата арылуларың үшін кесілген үкім. Бұлар Алланың белгілеп қойған шектеулері. Олай болса, Алланың үкімдерін мойындамай шектен асқан кәпірлер үшін жан төзгісіз азап бар. Ешқандай шектеуді мойындамай, Аллаға және елшісіне қарсы келгендер бұл дүниеде өздерінен бұрынғылардың қор болғанындай қор болады. Шүбәсіз біз анық аяттар, яғни сендерді 2 дүниеде де бақытқа бөлейтін толыққанды қағидалар түсірудеміз. Кәпірлер үшін қор қылатын азап бар. Сол азап бастарына келетін күні Алла олардың барлығын қайтадан тірілтіп қабірлерінен шығарады. Әрі дүниеде не істеп, не қойғандарын өздеріне білдіріп жаппай жауапқа тартады. Өздері ұмытып қалған болса да, Алла олардың барлық істерін жіпке тізіп, жаздырып қойған. Өйткені Алла барлық нәрсеге куә болушы. Алланың күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрін білетіндігін көрмеймісің? 3 кісі жасырын бас қосып құпия сөйлессе, сөзсіз олардың 4-шісі Алла болмақ. Сондай-ақ 5 кісі жасырын бас қосып құпия сөйлессе, сөзсіз олардың 6-шысы Алла болмақ. Тіпті одан да аз яки көп адам қай жерде болмасын жасырын бас қосып құпия сөйлессе, Алла міндетті түрде олармен бірге болмақ. Кейін қиямет күні пенделерін дүниеден не істеп, не қойғандарынан хабардар етіп жаппай жауапқа тартады. Шүбәсіз Алла барлық нәрсені білуші. Жасырын бас қосып, құпия сөйлесуге тыйым салғандарды көрмейсің бе? Өздеріне тыйым салынған істерден бас тартпауға һәм жасырын бас қосып ашық күнәға бату, өзгелерге дұшпандық жасау, және Алла елшісіне бағынбаусында теріс істерге бару мәселесін сөйлесуге олардың қалай ғана дәті барады десеңші. Сондай-ақ олар қасыңа келгенде саған Алланың өзіңе үйреткеніндей және сәлем бергеніндей сәлем бермейді. Әрі іштерінен, Мұхаммед, шын пайғамбар болса, Алла осы сөзіміз үшін бізді жазаламай ма деп мысқылдайды. Оларға жаза керек болса, ішіне түсіп, отына әбден қақталатын жаһаннам жетеді. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Уа иман келтіргендер, егер жасырын жиналып құпия сөйлесетін болсаңдар, онда ашық күнәға бату, өзгелерге дұшпандық жасау және Алла елшісіне бағынбау сынды теріс істерді сөз етпеңдер.
жиналып құпия сөйлесетін болсаңдар, тек ізгілік пен тақуалық мәселесін ғана сөйлесіңдер. Күндердің күнінде бірін қалмай, құзырына жиналатын Аллаға шын жүректен тағзым етіңдер. Һәм оған қарсы келуден сақтаныңдар. Күнәлі істерге бару мақсатында құрылған құпия кеңестер мен жасырын жиындар мүміндердің көңіліне қаяу түсіруді мақсат тұтатын әзәзіл шайтаннан, яғни шайтанның азғырумен болатын істер. Алайда Алланың рұқсатынсыз шайтан оларға титтей де зиян келтіре алмайды. Міне сондықтан да мүміндер бір Аллаға ғана тәуекел етіп, арқа сүйесін. Уа иман келтіргендер, мәжіліс құрып отырғандарыңда жаңадан келген жандарға кеңшілік жасап орталарыңнан орын беріңдер делінгенде, сәл ғана ығысып орталарыңнан орын беріңдер. Сонда Алла сендерге кеңшілік жасап, шексіз рахмымен жәннатынан орын береді. Ал жиын бітті, тұрыңдар, тараңдар делінгенде, тұрыңдар да тараңдар. Сонда Алла араларыңдағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне ілім берілген білімпаздардың дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Уа иман келтіргендер, Алла елшісімен оңаша жолығып сөйлескілерің келсе, жолығар алдында мұқтаждарға садақа беріңдер. Бұл өздерің үшін һәм қайырлы, һәм жүрек тазалығы әрі шынайылық тұрғысынан ең дұрыс іс болмақ. Ал егер садақа беретін жағдайларың болмаса, әрине, Алла ғафур, күнә қателіктерің қанша жерден көп әрі үлкен болса да тәубе еткендеріңде бәрінде кешіретін кеңшілік иесі, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Алла елшісімен оңаша жолығып сөйлесер алдында садақа беруді ауырсындыңдар ма? Яғни жолыққан сайын садақа бере берсек, дүниеміз ортайып қалар деп қорықтыңдар ма? Мұны істей алмадыңдар. Алла тағалада шексіз мейірімімен сендерге кеңшілік жасады. Ендеше намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер және Аллаға һәм Расулына қалтқысыз мойынсұныңдар. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толықтай хабардар. Алланың қаһарына іліккен қауымды, дос тұтқандарды, яғни мұнафықтарды көрдің бе? Олар сендерге де, оларға да қосылмайды. Сөйте тұра сендермен бірге екендіктерін айтып, біле тұра жалған ант су ішеді. Алла оларға ауыр азап дайындап қойды. Олардың істеп жүрген істері қандай жаман. Олар істеген күнәларымен, жат қылықтарына, ішкен ант суларын бетперде қылып ел жұртты Алланың жолына түсірмей қақпайлауда. Оларға өздерін қор қылатын азап бар. Алланың алдында оларға мал дүниелері де, бала-шағалары да еш пайда бермейді. Олар тозақтықтар. Олар мәңгі бақи сонда қалады. Алла оларды қайтадан тірілтіп жауапқа тартатын күні қазір алдарыңда. Біз де мұсылманбыз деп қалай ант су ішумен болса, Алланың алдында да дәл солай ант ішеді. Сөйтіп жалған ант ішіп, құтыламыз деп ойлайды. Біліп қойыңдар, олар барып тұрған өтірікші кәззаптар, одан басқа ешкім демес. Оларды әзәзіл шайтан билеп әкетті де, Алланы еске алуды ұмыттырды. Олар шайтанның одақтастары. Біліп қойыңдар, шайтанның жақтастары үнемі жеңіліс табады. Расында ешқандай шектеуді мойындамай, Аллаға және елшісіне қарсы келгендер ең қор, ең жексұрын адамдардың арасында болады. Алла, әлбетте, қашанда мен және елшілерім үстем боламыз деп пәрмен қылған. Шүбәсіз Алла қауи, тым күшті, әрі азиз, бәрінен үстем әрі ұлы. Аллаға және ахирет күніне шын иман келтірген қауымның Аллаға және елшісіне қарсы келгендерді, тіпті өз әкелері, бауыр еті балалары, аға інілері немесе туған туыстары болса да, шын жақсы көріп, дос тұтқанын көрмейсің. Алла олардың жүрегіне иманды тасқа қашалғандай етіп жазған, әрі оларды өз тарапынан бір рухпен қолдауда.
сондай-ақ оларды мәңгі бақи тұрақтап қалу үшін жайқылған жасыл бауларының арасымен әрі салтанатты сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізеді. Алла оларға разы болды, олар да Аллаға дән риза. Міне солар Алланың жақтастары. Біліп қойыңдар, Алланың жақтастары мәңгілік азаптан құтылып, мақсат мұратына жеткендер.